Ал енді бізге екі жолаушы велосипедші мотоцикл үшін қозғалыс теңдеулері берілген. Осы екі жолаушының кездесу уақыты неше болады? Орны неше болады? Енді біріншіден бұл есепті шығару үшін және бұл есепті жақсырақ түсіну үшін біз XY координатасында бойынша осы екі теңдеудің графигін салып, бұлардың кездесу нүктелерін табуға тырысайық. Енді X координатасы метр арқылы, ал T координатасы секунд арқылы өлшенетін болса, біздің XY XT координатамыз болады. Енді бірінші нүктенің теңдеуінің графигін осы координатаға салу үшін біз мысалы x1-ді 0-ға теңестіретін болсақ, бізге T нүктесі 0-тен -500 қосылған 5-ті болатын болса, T нүктесі бұл жерде 100 секундқа тең. Ол дегеніміз мысалы мынау нүкте бізде 100 секунд болатын болса, осы теңдеудің T уақыты 0-ға тең болатын сәтте x1 бізде -500 метрге тең. Ол дегеніміз екінші нүкте -500 x координатасы бойынша мынау нүктеге сәйкес келеді. Енді осы екі нүктенің қиылысу линиясы бізге x1-дің графигін линиясын береді. Осы линия біздің енді дәл осы тәсілді қолдана отырып x2 теңдеуінің графигін салайық. Енді x2 0-ға тең болатын сәтте бізде 0-тен 1000 алынған 20-ті, ол бізге T 50 секундты береді. Ол дегеніміз мынау нүкте бізде 50 секунд болатын болса, дәл осы сәттегі T 0-ға тең болатын кезде x2 бізде 1000 метрді береді. Ол дегеніміз 1000 төбеде болатын болса, екі нүкте бізге x2 теңдеудің линиясын береді. Енді мынау нүкте линия бізде x2 болатын болса, ол 1000 алынған 20-ті болады. Ал енді өздеріңіз байқағандықтай, осы екі теңдеулердің кездесу линиясы мынау нүкте болатын болса, осы нүкте бізге кездесу уақытымен, кездесу T0 уақытымен кездесу жолын x0 жолын береді. Есеп бойынша бізге осы x0 нешеге тең екенін сұрап жатыр. Ал енді осы x0-ды табу үшін біз біріншіден x1-ді x2-ге теңестіреміз. Ол сәтте бізде -500 қосылған 5-ті, ол бізге 1000 алынған 20-тіні береді. Осы жерден T бізде 25-ті тең 1500-ге. Ол T 60 секундқа тең. Мынау дегеніміз T 60 болатын болса, x0 бізге кез келген x1 яда x2 теңдеуін алып, осы T0-ды қоятын болсақ, ол бізге x0-ды береді. Мысалы, -500 қосылған 5T0, ол бізге 500 қосылған 5 көтілген 60 береді -200 метрді. Дәл осы T0-ды екінші теңдеуге қоятын болсақ, ол бізге 1200, дәл осы -200 метрді береді. Жауабымыз С.